Мен Назаров Бақтияр, лақап атым Бақти Маратович. 91-ші жылы Нүкіс қаласында туылғанмын. Бізде руажланбаған заттарды кітте қозғап көргім келді, қолдан келгенше. Қарекен. Рэп бізде де бар екен. Ол мында алдыңда тұр, har түрлі адамдар бар екен. Біреулердің іштері тар екен. Қайталап айтайын онда. Қарекен. Біздің бір әдетім бар да. Мысалы, хамме бір заттың ізінен қуса, көп адам бір заттың ізінен қуса, мен ләжі барынша жоқ затты істегім келеді. Сол тәрепім бар, бірақ жоқ зат, яғни біздерде хип-хоп, біздерде руажланбаған заттарды кітте қозғап көргім келді, қолдан келгенше. Eminem басқаларды хамме тыңлаған шығар, Eminem 50 Cent'ті бәрі тыңлады. Бірақ меніңше көбісін естпеймін азыр олардың, азыр уже новый школа, new school бәрі. Бірақ new school'larдан естіп тұрама, өйткені әлемде қандай рэп болып жатыр, оның бәрін чуть-чуть салыстырып тұрама, и мен соларға чуть-чуть харекет істеймін, соларға ұқсауға. Именно рэп жөнелісінен өзім емес, именно рэп жөнелісінен біздің треклерім олар качественный болуына сәл тырысамын. Мысалы, эстрадамен салыстырғанда рэп пенен екеуінің байланыслы. Рэпте чуть-чуть свобода бар, еркіндік. Сөз еркіндігі көплеу. Бірақ мен өзім ойлаймын да, мысалы біздерде көп адам ойлайды, рэп наоборот ансат. Бұрын мазақтайтын еді ғой, мысалы рэпер сен ба, анау мынау деген затлар. И азыр наоборот рэпті тексті мынандай болады да. Обычный қосықтығы 3 куплет болса, рэптікі мынандай болады. Бірақ именно сол мынандай затты, именно үлкен тексті ішінде мәнісімен жазу өте қиын деп ойлаймын да, мысалы. Бірақ именно сол рэпті именно сол жөнелісінде сөз еркіндігі көплеу, и сонысымен маған қатты ұнайды рэп. Адамдардың көп тыңлауы, мен енді меніңше хамме рэп тыңламайды қазір. Хамме рэп тыңламайды айта алмаймын. Наоборот, біздерде көбінше мұхаббат туралы көп айтса, біздерде наоборот сол адам тез көтеріледі, сол адам тез не қылады, экранға шыға алады, не қылады. Өйткені біздерде рамка деген зат болады да, мысалы. Біздерде рамка деген зат бар. Хамме сөзді айта беруге болмайды деген зат бар, мысалы. Біздердікі телевидениеде кетпейді менің рэпім. Интернетте кетуі мүмкін. Соның үшін біздерде бәрі несі бар да, рамкасы бар да. Қолны біз не қыла алмаймыз бәрі о затты. Яғни менің ішімде тұрған сөздердің полный откровенный жаза алмаймын мен бәрі. Именно сода да, мысалы мен жазатын болсам, біздерде көп адам, мысалы Қазақстандікін маған айтады да, ана Россияда кімге ұқсап айтшы брат, или там нелерге ұқсап, ана Қазақстандағы нелерге ұқсап айтшы дейді да. Мен оны айта аламыз. Бірақ оған менің не қыламаймыз да, бұған жауап бере алмайды біздердің талап, біздердің заман талабы жауап бере алмайды о затқа. Ондай неге спрос онша жоқ па? Спрос көп ондайға. Мысалы, біздерде наоборот рамкадан шыққан зат жақсы көреді ғой, негізі. Біздерде дұрыс айтылса сөздер, оны көрмейді. Орысша желді көп көреміз ғой біздер. Орысша желді өсекті көп қараймыз да. Именно гап сода да. Кімдір оған, мысалы, бір айта алмай жүрген біреу айтты ма, сразу тарқалып кетеді да осы. Любой время, бір машқала болады ғой, любой время. Har жылы, мысалы, бұл жыл күріш қымбат болып кетуі мүмкін. Ендігі жыл кешір таппай қаламыз. Бір мәрте күмшігер қымбатлап кетті дейді. Олма сондай машқала болады да ол. И нормальный зат бұл зат. И бұл контентті сондай біздер неден істейміз ғой, типа. Сол тема, актуальный тема хақында істейміз ғой. Актуальный тема болған уақытта сол наоборот не береді да. Рэп жазу менде именно кімде қандай білмедім. Менде музыканы бірінші тыңлаймын, битті тыңлай, бит ұнайды маған. И мен соған кітше фристайл тетемен чуть-чуть процесс кетеді, аузыма кейін құшу мүмкін, мысалы. Мысалы, английскілеп, типа английский емес ол негізі. Именно английскілеп көбейді сонда айтаман. И музыканы нотаны іздеймен, и чуть-чуть ұнап қалса, и сразу соны қарапақскеге дізіп бараман сол сөздерді, дізіп бараман. Еще мәнісіне қарайман, несіне қарайман да. И рэптің пайда болуы менде
бір мәрте Байлердің бір интервьюін көріп қалдым. Ол айтады, жарты сағатта, может бір күнде деп. Точно сондай бірақ. Может жарты сағатта жаралып кетеді. Бір кезде ұлыма айлап жатады ол текст та. Мысалы, бастан четкий қылып басылады текстің. Уже жартысына келген уақытта жақпай қалады ол теманы қозғау. Өйткені бұл негізі рэп текст жазу, бұл настроениеге байланысты. Мысалы, мен азыр какой-то проблемам көп, машқалам көп болса, мен мысалы рэп жазып бастасам ба, ручка уже анандай сөздерге кетіп қалады да. Адамдар анандай деген затқа кетіп қалады. Кейін мен өзім ойланамын да ол затты. Как будто андай болып қалғанмын ба деп ойланамын да, өкпелеп қалғанмын ба мен что-то. Мысалы, адамдарға өкпелеп қалғанмын ба, неге ондай деп не. Өйткені ручкада жазып отқан уақытта именно сондай сөздер келе береді да миге. И өзім ойлаймын, типа бұл өзімнің ситуациямда зат болатқан үшін мен сондай зат жазып отпан деп бір кезде ондай уақытта да тоқтатамын да жазуды сондай уақытта. Сондай уақытлары болады да менде. Енді рэпте айтқанды Қарекең дегенде мен дерзкий естіледі ау дедім да мен. Қарекең деген гэнг ғой, гэнг. Қарекең. Именно сол затта, мысалы біздерде неиспользованный затларды жақсы көремін да, аузыңа сыйын деген затлар бар сөгінуде. Мысалы, жаман сөз ол. Мысалы, неиспользованный сөздер тауып шығарса бар ғой, страшный болады. Садақаң кетейін деген, мен мысалы тексте бар, садақаң кетейін. Біздерде Қарақалпақтан андай обычный халық пайдаланатын затлар. Мен наоборот содан жақсы көремін да, андай. Мысалы, біздерде жазушы болатын болсақ, бір стих жазатын болсақ, бізде қайтама сұлу сөздерін пайдалану қарекет істейміз ғой, иә? Көзаллық, бір зат деп, мысалы, бөрттіруді жақсы көреміз да. Бірақ мен рэпте именно сол жалпақ тіл четкий кетеді да, рэпте. Именно сол халық пайдаланып жүрген затты микрофон, колонкада естісе қызықтау болады да, короче, маған. Садақаң кетейін, анау деген сөздер негізі бар. Бізде негізі жақында сөз құрамасы, Қарақалпақ тілінде сөз құрамасын ашып негізі бір оқып алу керек деп ойлаймын да. Өйткені үлкен не болады, жазып атқан уақытта көп сөздер таусақ болады. Сол бірінші очередте ақша, безденік бұл зат шықпайды. Өйткені мысалы бір рэпер серьезно сол затқа относиться етіп отыратын болса столға, басқа талапларын жинастырып, мына жақта не дейді анандай финансовый жақтан оны ауқатын беріп тұру керек та. Өйткені азыр біздерде азыр до конца бір жерде отырып сол затты істейтін болсаң, артыңа қарасаң үйде макарон жеп отқан болса, сен уже жұмысың істеп кетесің да. Соның үшін бірінші очередте бұл жерде ақша ойнайды. Именно рэпте ақша ойнайды. Өйткені ол жерде не зар? Тачки, деньги дейді ғой, әмме затын андай клипте шығатын, әмме қызлар, балалар, аренда. Енді азырғы технологияда барды клипке қарату үшін богатство керек та. Мысалы, біздерде уже жауынның астында алған клип бар ма? Бар ғой. Жауынның астында бір қыз тастап кеткен, ана Ашгүлдің бойында жүрген клип бар ма? Бар ғой біздерде. Біздерде енді бір тарау басқа болмай ма? Мысалы, Қазақстанды көріп отырсыз ғой. Қара қазақский узормен гілемнің арқасында. Идея ғой енді ол. И машин тұрыпты, артында гілем, жаңақты узормен. И ана рэп айтады, олан плашта. Оның бәрі киім ғой, бәрі ақша ол бәрі. Мысалы, біздің үйде ешқандай плаш жоқ, мысалы деп тұрып клипке түсетін. Біздің үйде тек футболка анау-мынау болуы мүмкін да, мысалы, жизньне киетін зат. Оның бәрі тігіледі да, оның бәрі не қылады. Ондай рэп шығарса болады. Ондай рэп там азырғы технологиямен аватар да бәрі. Бірақ біздерде уже жаңақта шамның қасында отыратын, гостиницаның ішінде алатын бәрі алынып болды да. Енді біздерде новый уровень керек. Есіңізде болса, біздің бизнесмендегі клипті көріп пе едің? Именно, мысалы, сол бизнесмен клипте бірінші очередте қаратқан адам да, мысалы, машин. Енді ітібар тартады да, өйткені. Соманы көп адам комментарий жазып қойыпты да, мысалы, оманда. Мен өкістің баласы ма, Қарақалпақ балама деп не? Жатсам ба, именно сонымен тартасаң да. Енді біздерде о затқа үйретіп, ертең, мысалы, үйрету керек та, и таза затпен кіріп келу керек та. Мысалы, біздерде концерт, білесеңе, концерт болады біздерде. Концерт болса, сол баяғы қосық, сол баяғы не, сол баяғы костюм, сол баяғы сахна ғой. Дұрыс па? Өзгеріс жоқ қой, мысалы.
Соның үшін біз жерде тек жаңалықпенен халықты таң қалдыра алсаң, еще бірінші очередьте мен өзім ойлаймын, любой шоу-бизнесте жүрген адам именно біз жерде ана не дейді, Станиславскийдің бір айтқан гәбі бар екенді жақында естідім да, ол дұрыс айтылғанда, зрительдің қалеген затын бермең деп жатыр да. Сіз қалеген затты зритель тарту керек деп жатыр ғой. Оның мәнісінде типа мысалы біздер саған жағу үшін мен рэп айтаман, сатсам ба? Сен маған айтасаң да типа мына мұхаббат туралы шеш, ана кімге ұқсап айтшы, Чинаға ұқсап, анаған ұқсап айтшы десем, именно сол Моргенштернге ұқсап айтшы десе, соны айтаман да мен. И молодец дейді да маған біреу. Бірақ оны біз наоборот азыр бірінші очередьте сондай рэп істеп шетел көру керек та, шетел бізді. Бізді танылу үшін біздерде шетел көру керек. Мысалы любой треклер шығып жатыр ғой, мысалы мына Улук Манапо дегенде страшно айтып, Россия қаратып жатыр ғой өзіне. Біз хотя бы Россияны қаратуымыз керек та өзімізге. Қазақстанда Россияны. И біз сол кезде концерт берсек шетелге барып, мысалы барлерлер бәрі берді ғой, гуфпен қосып айтты озатын бәрі. Біздерде именно соған стремиться ету керек та. Мана қоңысыма жағаман или бір-екі ағайлерге жағаман деп тұрып мен ондай етсе болмайды да ол. Да Винчо ilhamlanған ғой енді, ilhamланып бір затты салама ол затты, бірақ меніңше ешкімнен сұрамаған шығар. Ол мысалы Мона Лизаның суретін салып жатса, мысалы мынаны салып тұрып, қалай нормально ма десе, я ана жерін чуть-чуть сәукелеге кигізіп жіберші, басында десе, соны өшір сәукелеге кигізген жоқ ол. Именно ол ішіндегі затын не қылып, соны шығарып жазды ма, и ол $1 миллион тұрады да қазір. $1 миллиард тұрады ол суретлер мысалы да. Сатылмайды да олар. Бақасы жоқ, чересчур сондай көтеріп тастаған өзін. Бірақ сол адамдар бұрынғы заманның адамында, бірақ ижад қылған да олар. Олар творчествомен шұғылданған да. Маған келіп тұрып, жаңағыдай келіп тұрып, мен ана тректі шығарсам, ұялмайсам ба? Мысалы, ол уже қалыпта, мысалы, уже мына не дейді? Творчество деген сондай да гәп. Менің жасым қазір 32-де ма? Ал deyip тұрып 32 жасыл бала бар ғой, рэп айтпайтын. Сыртынан қарасам мен жиллидей болып көрінемін по-любому оған. Нәмнаған болып тұрып, не істеп жүрді деп айтады да по-любому адам. Мысалы, ұялмай қалам. Рэпер ме? Мысалы, ол сонда айтады, өйткені оның несінде психологиясында, оның психология, ол өзі басқа, оның жұмысында ол жаңағыдай атызға егін егу керек, соны сату керек, болған әмбе сондай қылу керек оның ойынша. Нормальный адамдардың бәрі. Сатсам ба? Бәрі адам сөйту керек. Или бір бизнесмен болса, әмбе бизнеспен шұғылану керек та. Сатсам ба? Біздерде даже мамаларым жаңағыдай келілерге айтады ғой. Орамал тағып жүрдік, бүйтіп жүрдік деп не? Уже оны рамкаға тығып тастайды да оны. Типа ол қандай жүрген болса, әмбе инсан сондай болу керек. Оған жағу керек та әмбе инсан. Сондай да. Бірақ творчество дегенде именно ішкі внутрі, мына іштегі болатқан затты сыртқа шығару да. Аз біздерде көп адам содан кейін жаңақта милли қосқа айтатынлар не? Мен раста ол өздеріне де айта аламын, мысалы обычный қосқылар болады ғой, мысалы. Қосқыларда бір-біріне ұқсайтын сезбейсіздер. Ұқсайды, конкретно ұқсайды. Мысалы, қатты бір-біріне ұқсайды да. И тұрыстарам, сахнада тұрыстарам бірдей. Рамкада ана костюм шалбар тұрады ғой, ешқашан двигаться етуге болмайды, оған ұят болады ғой. Бахти Маратович деп қойған себебі бірінші очередьте мынандай ертең жасым үлкейген уақытта ол аттан ұялмау үшін. Мен даже 50-ге шықсам, 60-ға шықсам, Бахти Маратович деп шақырған, наверное, уважительный да ол. Бірақ оманда мені жаңақтай Лил бір зат деп шақырса күлгілі ғой. Лил ағаны көрмедіңіз ба? Или Памп ағаны көрмедіңіз ба деген. Именно Бахти Маратович деп қойдым специально, как дипломатический болсын дедім да. И мен даже дұшваларыма Бахти Маратович, қайсы Бахти десе, Бахти Маратович не десе, именно таниды ғой вақта, мысалы. Деп айтады, Бахти Маратович бе деп. Жаман көрсе сол фамилияны айтады да, общий қосып. Халық уже танап болды да, Бахти Маратович деп не. Жаңақтай, мен бұрында жүрген уақытта жаңақтай хакімнің баласы екен, өкістің хакімнің баласы екен деп айтады еді да бұрында. Сондай нелерді өсектерді естетем. Ол мен дейтем, ол ақан хакім болып кетсін дейді қой. Бірақ енді жаңақтай олар походу жаңа көрген затына сенеді да. Именно рэп клип бар, клипқа келетін болсақ не, клипте. Ижадкар адамның клипі бар ғой, любой қосшы, қандай қосшы. Зрительді алдай білу керек та. Алдай білу керек та. Мысалы, образды до того степени беру керек, ол сені бар ғой.
Көскөлдө турат деп ойламау керек та мен. Ешкім. Мен Көскөлдө тураман да. Көскөл бірде. Көшем обычный көше да. А бірақ олар мені бір хан сарайда тұрады деп ойлау керек та олар. Түсінсің ба? До того степени иллюзия қылу керек та. Именно сода күшлі не болады неде негізі. Адам өзін көтеру сода да. Мысалы бірінші очередьта сонда көтеріп тастасаң, бірақ бір жер жаман да. Маршрутты көріп қалса жаман да. Кейін менен сұрайды, бақты дейді, қандай машинада жүресің дейді. Менде машина жоқ қой. Мында мысалы да. Машина ашиш дейді да. Как будто мен миллион ақша жатып білмей жатпан да ол. Деп ойлап қалып, оның айтқан гәбі да енді. Мысалы, машина ашиш. Натуре, неге машина алмайман деп барды ғой, как будто алатындай. Мысалы, әркімнің өзінің семейный жағдайы болады ғой. Как будто біз Инстаграм қоя беруіміз керек та оның бәрін. Бұлар меніңше клипті или жаңағыдай бізде жүріс-тұрысымызға не қылады да. Азыр расын айтсам, өзім таксиде жүремін, гап сөз болмасын деп. Мысалы да. Мынандай гап бар ғой, дос бар, дұшпан бар дейді ғой, по-любому. Яқ, алхамдулилла айтады, ол таксиге ақша басқалады. Бірақ таксиде жүрген бізде машинағаннан выгоднылау деп ойлаймын. Неге десең, штраф келмейді үйге. Қызылда өтіп кетпеймін да, мысалы. Арқы жоқ, гаи тоқтатпайды мені. Сомалар плюс екен да, бірақ не. Бірақ енді Құдай қаласа жаңағыдай, енді машина алуым керек жақында. Жаңағыдай, сол машинадан бір-екі мәрте түсіп берейін, адамдар жаңағыдай не қылады ғой. Молодец деп не. Біздерде сонымен уже шекленіп қалғанда адамды салыстырып негізі, өзіңізді білген шығарсыз ол зат өміріңізде. Көп адам сондайдан азиат дейді ғой, біздерде сондайдан не қыламыз да. Мысалы, инсан деген машина қызықпауы мүмкін ғой. Мен қызықпаймын. Мысалы да, яқ ол сен жарлы деп ойлаймын да, по-любому мен. Қызығуың керек та, енді біздердің общий ненің айтатын да, қызығуың керек сен. Сен қандай диджейсен ба? Саған қызынан бермейді да біреу уже. Сен жаңақты органда істеуің керек, или жаңағы нормальный кәсіпте, сен дипломатты күлмеуің керек та. Сол кезде жаңақты не береді саған, қызын береді. Құрастырам я, бірақ я. Күйеу болу не өседі, рэпер деседі. Қайсы рэпті айтқан деп, не я, өртілді ғой. Қай екен деген естіппеңіз деп. Яқ, сондайды айтады да, үйде бар ғой, рэптен. Мен ешқашан рэп шығарған болсам, үйдегілерге көрдіңіз ба деп еш айтпаймын ғой мен. Өздеріне біздің ағайлар бар ғой, сен рэп айтасың ба деп шыққан уақытлар болды да. Ана біреу мақтайды да, біздің машинада біздің клип кетіп жатқан болады деп қарайды ағайын да. Мынау біздің не ғой дейді да, түсіндің бе? Оны қадімгі не ғой, өзіміздің батончик қой ол. Кейін звонок етіп жаңағыдай білген уақиғалар болды да ондай. Мысалы, оларға айтсаң не зат оларға мысалы. Олар деп отырады да, мысалы рэп клип қойып берсін дейді. Деп, бірақ Қытайда алынды ма? Қытай ма сонда? Үй уақытта айлықлар қанша? Оның бағаға келемей, басқа жаққа кетіп қалады. Айлық қанша уақытта? Сол айлық мынандай ғой, көре берің десе. Болады. Неме жа планда не қылыңыз деп, уже мамашкем сөйлеске, соң үшін мен оларға ешқайсын айтпаймын үйдегілерге. Бірақ үйдегі мамашкем қатты қызығады да, көріп жетіп, жаңақты нелерімді. Бірақ оған айтпаймын. Жаңақты өйткені творческий туры келмейді жоты бар ғой, біздің рэп, мысалы рэп не? Біздің нелерге туры келмейді да бәрібір. Біз ата бабамыз рэп айтқан жоқ қой бәрібір. Мысалы да, диджей болған жоқ қой біздердің ата бабамыз деймін да бәрібір. Ат жауып, жаңақты қызап қашып жүрген басқа зат қылған да олар. Охотник болған. Бірақ біздер сол зат істегеннен кейін, пока что не дейді, аура тайынбес та ол затқа. Ертең уақыты келіп, может, уже біздер мобилграф болса, түсінеміз үшін мобилграф деп. Мобилграф деп күйеу бала мобилграф десе, сразу бермейміз та сол уақытта. Рэпер десе де бермейміз, диджей десе бермейміз. Болмайтын талап дейміз та. Органда болсын дейміз. Өзіміз осы затты айтамыз. Өйткені біздер Османда жүріппіз ғой. Пайда жоқ екенін білеміз та одан. Қырғызстан мен Қазақстан менен мысалы біздердің рэпте, именно рэпте не? Мысалы несінде походу мынандай затта, мысалы мен Кореяда жүргенде, мысалы рэп жазатым ғой. Қасымда Байыр деген жігіт болады еді, біздің продюсер еді ол. Ол музыка жазады, битмейкер бала. Еще танцор бала ол. Мен де танцорым, ол да танцор бала, бірақ басқа жұмыста істейді Кореяда. И ол бала оның жүріс-тұрысы хип-хоп еді да ол. Оның киінуі, стилі, әмме заты не? И ол зат тартат еді мен. Мысалы, яғни қасында кругың бар ғой, круг. Ижаткар круглар менен болса қасы көп затлар шығарса болады негізі. Ижаткар. Азыр сен
мен барып тұрып мен рэп клип алатын болсам, рэп музыка жазатын болсам, аз мен біреудің уақытын алуым керек қой. Мысалы, студияда отырған адам, ол бірінші очередте қатты рэпке қызықпаса, ол по-любому сені ақша алғысы келеді, бұл бір. Дұрыс па? Мысалы, сіздер үшеуіңіз отырып, мысалы, біз істейміз ғой, мысалы, бір затын, шығарса болады. Енді уақытта уже ақша чуть-чуть, өйткені сен алмайсың ақша, мен алмаймын ақша, көмекпенен шығарса болады. Именно рэпте сондай уақытта. Именно уақытта датаво қызығады хип-хопқа команда жиналып қалғанда. Команда жиналып қалған, и әммесі жақты добро береді. Клипке де мен алып берейінші клипте дейді да. Мысалы, сондай не қылады, жарысады да уақытта. Бәр зат бесплатно алынады басында уақытта. Басында бәр зат бесплатно алады. Аз біздерде мысалы YouTube каналға датаво интересный зат идея болса баға, идея болса, и соған қатты идея қызығатын адамдар болса, біздерде де көп нормальный затлар шығарса болады. Оған тек бір адам қызықпау керек та только. Оған команда қызығу керек та, ол команданың жұмысы да. Болманда мысалы Шиза, Улух Манапа, ол жерде неше адам бар, Мысалы камера қап тұрған адам не адам бес па, оның бала шағасы жоқ. Конечно, ол оныңа минеті бар да ол жерде. Ол клиптің зор шығуына. А бірақ проект кім о? Артист проект. Бір адамда мысалы. Бірақ сонша адам минеті бар. Идея, машин, шопыр даже азында тұратын, түнгі 3-те оятып аламыз соны. Бәрі ол жерде көмегі бар да. Бір адам үшін бірақ клип общий. Әмме өзіне содан рахатленеді да. Содан кейін деп ойлаймын ол жерде. Көп адам командада байланысты. Аз бұл жерде бір өзіммен алло, ертең трек бар еді, ертең клип алып жіберейік десе, аға мен ертең бос емес едім да, аргілі бір ойласақ та, оның ойласыға 100 мәрте болады, оның ойласыға. Айта бересің, ол одан кейін ол идеясын айтады, өзінің басқа идеясын айтады ол. Сен мынандай етшіш, мынандай трек шығаршыш деп жібереді да, мысалы. Сонанда өлеті ол зат. Сүрелінде мысалы Ислам Мархабаевлар әммесі, бірақ олардың әммесі занят та. Мысалы, бірінші очередте Ислам Мархабаев болсын, басқасы болсын, оларға мен бәрібір бесплатно түсірте алмаймын да. Өйткені олар маған айтса, базар жоқ, шақты бесплатно болуы мүмкін дедім ғой. Әмме зат. Ол маған айтып алсын, мен бесплатно, ол бесплатно, соны команда. Бірақ ол жерде уже бермесең болмайды. Өйткені жаңағыдай семейный жағдай дегендей. Мысалы, уақытта сондай да, мысалы Қазақстанда Шизалар деп атсаң ғой, жаңа Шиза. Талантлы балалар страшный көп та уақытта не. И 17 миллион ғой Қазақстан халық. 17 миллионның по-любому нормальный адамдар шығады да уақытта. И олар қатты жаңағыда қызығып істейді да, жаңа бір-бірін тауып алады, короче, олар. Біздерде хип-хоп школа елі ашылған жоқ қой. Мен хип-хоп школа бұрында есіңізде болса, YouTube-та бір бала ойнап шығып еді деп. Көріп пеңіз, көрмеп пеңіз. Мен сол едім да. Мен ойнап шығайым. Еле тұрып сол. Хип-хоп, дабстеп деген дейсіз ба? Дабстеп именно ойнадым да мен. Дабстеп. Нөкістің центрларында ойнадым да. Дабстеп ойнадым. И зор ойнама, бірақ нормально. Айтыр, азыр нөкісте, мысалы, жарсаман дейді ғой мен хип-хоп ойнап. Мен тайымман, азыр данный моментте тайымман да. Бірақ мен ойлайым да, мен сол уақытта идея мынандай болды. Так, мен осы видеоны аламан, и сол затты шығарғаннан кейін бар ғой. И руажланып ертең естелік болып қалады деп ойладым да, типа ертең уақыт өтсе, 5 жыл, 6 жыл өтсе парқ беріп кетеді. Өйткені талантлы жастар шығады артта деп ойлайсың ғой. Бірақ шыққан жоқ та, айран қаламан да. Хип-хоп школа Атайды білесіз бе, ханым? Атай деген қандай не ойнайды Атай. Қырғызстанның жаңағыдай хип-хоп нелері бар ғой, робот ойнап, короче, Америкаға барып танып қалдырып қайтты да, Америкаға барып. Біздерде походу ешкім қызықпайды, либо қызықпайды біздерде, либо ерінеміз біздер. Сондай. Яқ, рэпте, короче, мысалы мынандай мәнісі, бірінші рэп жаралғанда $5 ма, $3 сатылған. Оны көшеде сатып жүрген деп қадым машыларға. Бірінші естіп көрген адамдар түсінбеген оны. Мысалы, түсінбегенде деп естіп көріп, мынау не зат депсе, жаңағыдай онда рэп қатты ұражламаған. Жаңағыдай обычный сөйлеп отыр, как интервью есабында не? Нандай бізде. Бірақ именно аза рэплерде, мысалы New School'да әмесінде сөзден перевод қылсаң, американский рэплерде. Ояқта анандай зат жоқ. Мысалы, біздерде мәнс, біздерде тек сұрайды мәнс деп. Ояқта кәч сұрайды да. Мынау болса болды. Мынандай. Бит қатып тұрса болды да, мысалы, не? Уяқ біздерде мәнс сұрайды екен.
ана Мақсут Өтеміровтікіндей мәнісі бол, менікінде де болу керек та ол мәнісі. Әммеде бірдей болу керек та мәнісі. Түсіндің ба? Уяқта шетелде Америкада мысалы азырғы сөздердің мәнісі. Мен братаным бар, пистолеті бар, атып тастайды. Сондай ғой. Мен қатты сондай байман, Хәме қыздар мен ізімнен тоқтамайды, азалыға 24 сағатта жетті жүреді мен ізімнен деген сөздер айтылады. Бірақ мен оларға қарамаймын, өйткені мен тұросым олардікінен деп. Сондай да кереші, онда қатты мәнісі жоқ. Бізе дейін ондай айтсам бір түрлі ғой енді. Мен көскөде тұраман жаңағыдай таксиге күндеміне мен деген затларды. Әкемнің әкесі, бабам да, үшеу. Олар аз жоқ та әлемде. Солармен қызықлау болады еді меніңше. Біз кім болдық, қандай болды, біздің аталарым қандай незатпен шұғыланды деп өзімді, яғни бұл затта қайсы сол уақытта меніңше көп сауалға жауап тауса болады да, солармен сөйлескен уақытта. Біз кім болып кеттік, кім едік дейді ғой. Именно олар немен шұғыланады, ол зат қанымызда бар ма еді біздерде. Сөз ұсталығы или рэп жазу, сонда бір жазушылық біздің қанымызда болған ба или болмаған ба. Именно сол заттардың көбісін біліп алады сол затта. Бірақ ана Месси, Конор Макгрегор олар керек емес бірақ. Оларды қаным Инстаграмда көрсе де болады оларды. Қандай болғаны қызық қой. Бабаларымыз мінез қандай болғаны бәрібір қызық та. Именно хәмең бабасы емес, именно өзіңнің тұқымыңның бабаларың қандай болған, қандай ат қалдырған, солар қызық та. Мысалы, әр түрлі адам бар ғой. Ішінде қайсысы ойын болған характер әр түрлі болуы мүмкін да, ең қызығы. Жеті ата бабаның әр түрлі характеріне. Біреу жаңақты қорқақлау болуы мүмкін, біреу қатты батыр болуы мүмкін, әр түрлі да. Мысалы, мынандай затта, мысалы, Мингсон беринг, айкайжолар деп шығып кетті ғой, бірақ сондай да бір деп жанады да, бір өшеді ана. Бір зат бар да, мысалы рэп, мысалы ижадкар адамда бір зат бар. Мына страшный зор қосық шығарып жібересің ғой. Одан кейінгісі одан зор болмаса пайдасы жоқ та. Соманда сөнесең да. MC Сайлаубекті көріп пе едіңіз? Бір жанды, ол тойға шығып кетті да, тойға шығып кетті. Тойға шықты, үстінде таза киім, жаңақта видеолар шығып кетті, гейліктен түсіп атқан, машинадан түсіп атқан. Тимати батылға шақырып жүрді. Енді ол уже хайп та, ол именно хайп деп соны айтады. И сонда резко. Өйткені олар натуре ол өзі емес қой ол жерде, негізі оманда саундмейкер ол жерде істеген да оны кәдімгідей. Мингсон беринг акажолардың музыкасынан жаңа істейді ғой біреу. Именно продюсер ол жерде молодец, олар емес. Олар просто сөзін алып деп қойды да бұған. Аз мысалы біздерде анау бір заты қалды ма? Айбек жаным барды ма деген ба? Айбек десе көп қыздар аллергия тауып жүр деген. Әмме естіпті қайда мен? Әмме де біледі ол. Менен білеме, әмме біледі оны. Бірақ болды да оған. Одан кейін тыныш боламыз бәріміз. Баса тағы бір не шығады, адам шығады. Тағы бір адам шығады. И ол бір зат айтып шығады. Ол хит болады. Мусорлармен толып кетпеді ме әзір? Әзір ма? Жоқ, нормальный зат қой. Олар енді ол заты танылып кетемен деп шығарған жоқ қой. Олар білмейді ғой. Оны жаңағы адамдар қызығып просто дауысын алып шығарып көрсе адамдарға тартып баратыр да бұл зат. И біздерде азыр трек, басқа зат адамдарға ең қызық болып қалған азыр 15 секунд айтуым керек. Ақылға айтсаң, сол 15 секундтың ішіне бәрін сыйдыруым керек та. Жаңағыдай трек, менде треклер бәрі 2 минут та. Өйткені 3 минут бұрында 3,5 минут, 4 минут, 5 минут, я. Бұрынғы треклер. Азыр адамдар уақыт жоқ. Резко өткеріп тастайды деп. Меніңше серияда сондай шығар, я. Историяны көре алмаймыз ғой, историяны. 15 секунд, 1 минутлық историяны тез-тез өткеріп тастаймыз деп. Білмеймін неге онда. Қақа бір жаққа асығып атпыз да. И жаңақты нет Инстаграмда отырған уақытта деп өткереміз ғой. Бірақ бір видеоға кетіп қалама, 10 мәртелеп көрген видеолар болады. 10 мәртелеп. Бірақ оған дейін деп отырамыз ғой. Соның үшін треклер ағын басқа затан сондайды. И адамларға тез-тез күлдіріп, тез-тез оларға 15 секундтың ішіне тез ақылдыға айтып, сондай етіп ұстау керек қазір. Уақыты вообще тығыз әмме өтірік баса баста қазір. Алдына шыққан адам, жұмысламен жүріп дей береді ғой. Осы үйіне қайтып барыпсыз ғой, әмемше үйге барамыз, қақа барамыз басқа. Үйге барамыз, көп болса кафеге барамыз болған.
мен танцор, мысалы танцор болғанда мен осы танцыға налымаймын да, өйткені мен Ташкентте оқу бітіргеннен кейін мен сонша ел көрдім да, мысалы Турцияда болдым, Кореяда, Қытайда жұмыс істедім, Дубайда жұмыс істедім, Қазақстанда сыра. Просто осы тарауымның арқасы. Мен мысалы бұл затқа танцор деген болмайтын кәсіп айта алмаймын, өйткені соның арқасында мен ел таныдым да. И мен соның арқасында елді көріп, сол танысының арқасында мысалы кругозорым өсті. Бәрібір. Мысалы шетелге шығып та. И мені вдохновлять еткен ол жерде рэпте мысалы, сол шетелге шыққаннан кейін көзқарас аз-маз өзгереді бәрібір. Мына жаққа келген уақытта мен тынып қалғанын көп адам сезген шығар. Аура басқа да. Мысалы аура басқа. Біз жерде жаңақтай нейді аты? Зор жат жазып атсаң, умывальниктің астын төгіп жібер, душқа су қойып жібер деген разговорлар болады да, мысалы. Ол жерде уже сен не дейді, аура алмасып кетеді да. А мен ана шетелде жүрген уақытта не зат жоқ, ешкім жоқ, компта бір өзім, наушник. Мен аспанға ұшасаң ғой, сезінесің. Армалай біледі ғой әмме инсан. Біздердің жүргеніміз тұрысымыз. Менімше хаммеде бар шығар. Менімше ол зат жоқ болса, значит жоқ адам емес. Мысалы, біздің қайтып машинада түсуіміз сұлу болып. Қандай машинада түсу, қандай машина, ана 4 адам хайран қалса да мен машинада түсу. Ол зат зор зат, ол жақсы ниет ол, мысалы. И осы затпенен именно творчествода ұшасаң да, мысалы, трек жазған уақытта көз алдыңа келтірсең сен, типа клиплерінде қайтып түсіп атқаныңды бәрі көз алдыңа келеді да. 30 жылдан кейін алдыңғы планды ешкім айтып болмайды ғой. Құда қаласа, бірақ ниетлерім ұқсаса, пока что тайын емес екенмін, бірақ 30 жылда еле ойлап көрмеппін да. Мысалы, план күнде өзгеру мүмкін да. Бүгін мен 32-де жаста болып тұрып, мен 32 жастың пікірін пікірлеп атқан болуы мүмкін да. 60-та 60-тың пікірін пікірлеймін да. 5 жыл, құда қаласа 5 жылда оқуымды бітіремін, лауазымды көбейтуім керек, что жаңақтай не болмау үшін, құдалардан ұят болмау үшін рэпер деген. Енді тарауды, бірақ рэпті давам етуім керек. Пока что 5 жыл ешқашан планды айтып болмайды, по-любому айтып болмайды планды. Өйткені план, Құдайдың берген әммеге өзінің планы бар. Менімше біздерге оны танылау құқы болғанда бар ғой, біз мына жерде отырмасақ деп ойлаймын менімше. Біз егер даже бізге азы бір шанс берсе, артқа қайтуға. Біз уже білеміз, қақа баруды. Қақа баруды білеміз де біз уже азыр. Қай жерден бастап кетіп қалуымызды. Менімше бәріміз ақшалы жерге баратек. Ақша тауатын жерге баратек. Өйткені біздер созаттан не шегеміз ғой, азиат жегеміз де, мысалы, кіттай болса да. И походу созатқа кете беретек қой болған. Өмірде тек ақша тауым керек деген зат болып қалады да. Мысалы, біздерде жұмыстар бар, түнгі мысалы 12-ге дейін 12 сағат, 14 сағат жұмыс істейтіндер бар біздерде. Күнде қамыр илейтіндер бар, 12 сағатлап қамыр илеп сата беретін, күнде бір зат қайталана беретін. Походу оларға да бір шанс бергенде общий жұмысшыларға дүниядағы әммесі неден басарын білетеді да. Бірақ соның үшін не дейді ғой? Жас үлкен көпті көрген дейді ғой. Походу сөзде алынған ба дедім да. Біздердің ғарымыз, біздердің неміз бәрі біледі де, қақа жібереді бізді. Өйткені оларда созылып шанс болмады. Мысалы, и мен балаларымды, мысалы өзім балаларымды не дейді, уже ақша табатын тарауларға жібереміз да. Никакой рэп, никакой танцор. Мысалы, үйге бір танцор жетеді, үйге бір адам жетеді дегенде де бәрін ақшалы жерге жібереміз. Меніңше әмең ниеті сондай шығар. Мысалы, балаларын өзіне зор болуға вложение қыламыз да, біздер бәріміз соған. Егер жастарға совет беретін болсам, егер рэпке қатты қызығатын болса, бірінші очередьта ол инсанда, сол бастайтын инсанда бірінші очередь уверенность қатты күшлі болу керек. Уверенность. Мысалы, мен инсан көрмеу керек олар. Ананы инсан көрмеу керек. Как отырып, мысалы, экранда мен көріп отқан болса, бұлар фигня ғой, мен айтаман ғой жақсы. 100% уверенность. Яғни натуре ол өзі білу керек ол, рас айтатын, зор айтатын. Өйткені менде сондай зат бар еді. Мысалы, и сондай зат болу керек бірінші очередьте советім. Егер рэпер болмақшы болса. Бірақ рэперді
екі варианты бар, либо хобби қылып бастайды, либо профессиональный кіріседі соған. Мысалы рэпте бағана ақша жоқ деп айтқандай болса, мысалы ақша қылатын адам болуы да мүмкін ол. Мысалы ол меніңше оған өзіне байланысты, әркімнің өзіне. Значит, мен жақсы минет істемедім, жақсы не істемей жатпан ба, мысалы өзімнің творчествомды қатты кіріспегенім үшін ұсызат болатқан болуы мүмкін. Типа үлкен табыс жоқ, или суңып қалу деген затлар не. Бірақ жастарға советім только адамдарды хейтерлерді естіппен, өйткені хейтерлер постоянно сөйлейді. Бірақ сіз өзіңіздің өміріңізді өзіңіз жасайсыз. Проблема түскен уақытта өзіңіз шешесіз. Қуанышлы күннен өзіңіз көресіз. Соның үшін ешқашан лишний разговорды, мысалы шеттен бір не дейді, адамларды есту қажет емес. Самый главный өзі уверен, өзі қалеуі болса болды инсанның. Қандай тарау болса да қалеуі болса болды да. Рэп болсын, ол сурет салу болсын, или там блогер болсын. Сол затқа желаниясы 100% болса, значит жарып шығады адам.